Достар, бәріне сәлем. Сендер менен домбыраның екі ішегін қалай фа және де си бемоль ноталарына дұрыстауға болады деп сұраған болатынсыңдар. Соған байланысты мен осы видеоны түсірдім. Алдағы минуттарда барлық нәрсені мен айтқандай жасайтын болсаңдар, сендер домбыраның құлағын фа және си бемоль ноталарына дұрыстап үйренесіңдер. Сондықтан мұқият тыңдаңдар. Барлықтарыңызға сәттілік. Ең алдымен гитар тюна деген приложение жазып аламыз телефонға. Осындай негізі домбыраға арналған не бар, осындай тюнер бар домбыраға арналған, бірақ та біреуі App Store'да жоқ, екіншісі Play Market'те жоқ, мына приложение екеуінде де бар. Осын жазып алғаннан кейін барлық неден өтесіз де, сосын сізде осындай шығады. Бұл жерде біздер автомат дегенді өшіріп тастаймыз. Негізі домбырада екі нота бар, соль және де ре. Бұл G деген соль, астыңғы шек, D деген үстіңгі шек, ре ноталары. Ал бізге қазір керегі фа және де си бемоль. Ең бірінші астыңғы шекті фаға келтірейік. G дегенді басамыз. Сосын домбыраның шектің бәрін босатып тастаймыз екеуін. Сосын астыңғы шекті жаймен көтере береміз. Біздерге минус 20 деген шығу керек. Енді келесі си бемоль нотасына келтіру үшін біз А дегенді басамыз. А дегенді басқаннан кейін енді үстіңгі шекті көтере береміз, бұрай береміз. 11 дегенге келу керек. 11 немесе 12. 10-12 шығады. Мінекей домбырамыз фа және де си бемоль ноталарына дұрысталды. Осылайша құлағын дұрыстап болғаннан кейін көк туды ойнай берсек болады.